Бұл дүниеге келіп жаңа беттен бастаған сәтінде ол күнді бірінші рет таныды. Алғашқы қадамдары, тұңғыш достары, бірінші жетістіктері мен жеңістері оған бүкіл әлем есігін айқара ашты. Бірақ ол мұны аз деп санап есірткіні қолданып көрді. Ол ұнатқандарының барлығын жоғалтты. Туыстары бас тартты. Адамдарға жек көрінішті болды. Оның әлемі иненің ұшындай жіңішке болып қалды. Ол есірткіден бас тартып өмір сүргісі келеді. Нашақорлық, есірткіге әуестену әлемді алаңдатып отырған күрделі мәселе. Сондықтан қоғамда белең алған бұл індеттің алдын алу барша азаматтарға міндетті. 20 ғасырдың басты індетіне айналған өзекті мәселелердің өршіп кетпеуі әуелі жастардың өздеріне байланысты. Олардың тәлімі мен өскен ортасы қоғам дертін ауыздықтауға барынша сеп болмақ. Ол үшін жас өскіндер бос уақытын тиімді пайдаланып, бұқаралық спортпен шұғылдануы, түрлі өнерге өздерін бейімдеу білуі шарт. Денсаулық зор байлық, дені саудың жаны сау деп халқымыз бекер айтпаса керек. Өкінішке орай, адамзат 20 ғасырға аузын арандай ашқан аждахадай нашақорлық, ішімдік, темекі, есірткі бірге аяқ басты. Қаншама бейкүнә адамдар осылардың құрығына түсіп, дүние салып, талай ауруларға ұшырады. Сондықтан да елімізде салауатты дабыл қағып, әртүрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Есірткі бұл адамның көңіл күйін, сана сенімін, мінез құлқын бұзатын қауіпті тыйым салынған химиялық зат. Ол адамзаттың есін алып, құмарлық желігіне ұшыратады. Нашақор есірткісіз өмір сүре алмайтын бейшара халге жетеді. Өмір адамға табиғатпен берілген ең қымбат дүние. Адамның ұзақ, мәнді де сәнді өмір сүруінің негізі оның денсаулығы. Денсаулық адамның ең қауіпті де құнды, қайталанбас, жоғалса қайта орнына қиындықпен келетін, орны толмас асыл қазынасы.